Ер мен әйелдің жауапкершілігін оятатын қажетті мотивация. Отбасылық өмірде әйелге ең үлкен ынта беретін нәрсе өз ерінің жақсы көргенін сезіну. Ер адамның ынтасын көрсетілген құрмет пен өзін қажет адам ретінде сезіну арттырады. Осы айтылған нәрсе екі жақта да жауапкершілік сезімін оятады. Отбасылық өмірде кездесетін қиын белестерді оңай бағындыруға күш береді және екі жақты да қарым-қатынас тұрғысынан тез дамытады. Әйел қарым-қатынас тұрғысынан ілгерілеген сайын сезімге қарағанда ақылға көбірек жүгінуді үйренеді. Әсіресе ерінің алдында өзін үнемі көңілді ұстауға тырысады. Өйткені әйел табиғатына ерінің көңілін өзіне аудару мақсатында мұнайған кейіп танытып шағымданатын әдет бар. Бұл қайталана берсе ер кісіге ауыр келеді. Себебі ер адам жұмыстан шаршап келгенде әйелін күлімдеп қарсы алғанын қалайды. Сол арқылы шаршағаны басылады. Бір-бірінің көңілін таба білу, бақыттың дәмін татқан ерлі-зайыптылар қиындыққа төзімді келеді. Оттың лаулап жануы үшін үнемі отын салып тұру керек. Әйтпесе оттың жалыны азайып, соңында бықсып өшеді де қалады. Ерлі-зайыптылар да бір-біріне көңіл бөлуді басты назарда ұстамаса, жалыны азайған от секілді арадағы махаббат та бірте-бірте өше бастайды. Неге ренжіте береді? Адам мінезі түрлі болып келеді. Біреулер тез ренжігіш болса, енді біреулері басқаны ренжітіп қоя береді. Басқаны ренжітіп қоя беретін адамдар ішінде өз ісінің парқына бара бермейтіндер де бар. Ондай адам алдындағы кісіні ренжітіп қойғаны өзі де байқамайды. Көп отбасылық проблеманың туындауына негізгі себептің бірі осы. Өз ара жарысып келе алмадық дейтіндер өздері білмесе де негізінен осы мәселені меңзейді. Күйеуіңіз немесе жақыныңыз осындай адамдардан болса, ең әуелі өзіңізді іштей дайындап алыңыз. Мысалы, ол мені ренжітіп жатқанын байқамайды, біліп тұрған жоқ деп. Сонда сіз қарсы тараптан болған соққыны жеңіл қабылдайсыз. Бір мәселе шешілді. Екінші, түсінуге тырысыңыз. Орынсыз сұрақтар. Кейбір адамның қызығушылығы мен сұрақ сұрауы жақсы дамыған. Кез келген оқиғаны бүге-шүгесіне дейін білгісі келіп тұрады. Өз дегеніне жету үшін алдындағы адамға сұрақтың түр-түрін жаудырады. Тіпті біреулер адамның көңіл-күйіне де қарап жатпайды, сұрақты қоя береді. Мақсаты бәрін біліп алу. Отбасында мұндай жағдай жиі орын алады. Әйелі ерінен жұмыста не жаңалық, не жедіңіз, кіммен не сөйлестіңіз, не істедіңіз, қайда бардыңыз деген сұрақтарды қайта-қайта сұраумен қатар, күйеуі жауап бергісі келмесе, неге айтпайсыз, жауап берсеңізші деп табандап тұрып алады. Бір қарағанда маңызы жоқ болып көрінгенмен, отбасындағы кейбір проблеманың туындауына себеп болып жатыр. Біліңіз, сұраудың өзіндік әдебі мен уақыты бар. Мысалы, күйеуіңіздің көңіл-күйі болмай тұрса, сұрақ сұрау орынсыз, басқа уақыт таңдаңыз. Әдептен озбаңыз, яғни өзіңізге жоқ немесе күйеуіңізге ұнамайтын һәм мазасын алатын сұрақты қоймаңыз. Адамнан сұрай берсеңіз ренжиді, Алладан сұрамасаңыз ренжиді. Яғни сұрақ болсын, немесе материалдық нәрсе болсын, адамнан сұрай берсеңіз ренжиді. Ал алақан жайып Алладан қанша сұрасаңыз да дұғаңызды бос қайтармайды. Халқымыз адамнан сұрағанын екі көзі шығады, Алладан сұрағанын екі бүйірі шығады деп қалай тамаша айтқан. Алла тағала құлдарының барлық дұға тілегіне жауап беруші. Осы тұста кейбіреулер қанша дұға етсек те сұрағанымыз берілмейді, сонда бұл аятты қалай түсінуге болады деп жатады. Алдымен мына нәрсені білгеніміз жөн. Дұға жауап беру бір бөлекте, оны бірден қабыл алу бір басқа. Жоғарыдағы аятта Алла тағала өзіне бағытталған барлық дұға тілектерге жауап беретінін айтты. Ал дұғада сұралған нәрсенің беріліп-берілмеуі, яғни тілектің қабыл болып болмауы Алла тағаланың хикметі мен қалауына байланысты қилы жолдармен жүзеге асады. Осыған қатысты пайғамбарымыз бір хадисінде Алла тағала өзіне дұға еткен барлық адамның дұғасына жауап береді. Оның дұғаларға жауап беруі
дұға еткен адамға сұрағанын беру арқылы немесе дұғасының сауабын ақыретке қалдыру немесе оқыған дұғасының көлемінде күнәсін кешіру арқылы болады. Бірақ ол пенделікке бой алдырып, күнә үстіне күнә жасамаса, туысқандық қатынасты үзбесе, немесе дұғам қабыл болмады деп асығыстық жасамаса болғаны дейді. Яғни Алла тағала құлының сұраған нәрсесін осы дүниеде береді, немесе дұғасының сауабын ақыретке қалдырады, не болмаса дұғасының көлемінде күнәсін кешіреді. Міне, төмендегі уақыттарда шынайы ықыласпен дұға етіп, дұға қабыл болатын шарттарға сай амал етсеңіз, Алла қаласа дұғаңыз қабыл болады. Түннің соңғы бөлігінде, азан айтылғанда, 5 уақыт намаз соңында, жұма күні күн батқанға дейін, екінті намазы аяқталғанға дейін. Дұға қабыл болатын шарттар: дұға етуші жүзін құблаға қаратуы тиіс, дәреті болуы абзал, екі қолын жоғары көтеріп, өзінің әлсіз екенін білдіру, немқұрайлы дұға етпеу. Дұғасын Алла тағаланы мадақтап, дәріптеп бастау, көркем есімдерімен пайғамбарымызға салауат айту, қажетін сұрағанда Алладан күнәларын кешіруін сұрап, жалбарынып, жарылқау, тілеу, Алла тағаладан қажетін сұрағанда үміт пен үрей арасында болу, Алланың көркем сипаттары арқылы сұрау. Мысалы, уа раззақ, ризықтандырушы, маған адал ризық нәсіп ете көр. Дұға жасаған соң шама жеткенше қандай да бір жақсылық жасау. Осылай жасалған дұға күмәнсіз қабыл болады. Әсіресе пайғамбардың дұғаларымен сәйкес келсе, немесе Алла тағаланың ұлы есімімен тіленген болса, қабыл болады. Ажырасуды ойлаған әрбір адам өзіне мына сұрақты қойғаны жөн: отбасын сақтап қалу үшін қолымнан келген барлық нәрсені жасадым ба? Бақытсыз болуының себебі үйленгендігім екеніне сенімдімін бе? Ажырасқан соң алдымнан шығатын қиындыққа төтеп беруге шамам жете ме? Бала екеумізге де ортақ. Ажырасатын болсақ, не әкесіз, не шешесіз өседі. Мұны қабылдай аламын ба? Шешім қабылдағанда асығыстық танытпаған жөн. Ажырасқан отбасында ең көп зардап шегетін бала-шаға екенін ұмытпаңыз. Ажырасу секілді ауыр мәселені сезімге емес, ақылға жеңдіре біліңіз. Қандай қиындық болмасын, төзімділікпен ажырасудың жолын табуға тырысу қажет. Мен қандай адаммын? Адам біреумен қарым-қатынасқа түсіп, араласуды қаласа, дұрыс адамды таңдағысы келеді. Сол себепті көбіне өзіне маған лайықты адам кім деген сұрақты қояды. Негізінде адам өзінен әуелі мен қандай адаммын, мен ол кісіге лайықтымын ба деген сұрақты қойғаны жөн. Үйленуді қалаған кейбір адамнан болашақ жарыңыздың қандай болғанын қалайсыз деп сұрасаңыз таң қаласыз. Болашақ жарының бойынан бар жақсылықтың табылғанын қалайды, бірақ өзінің бойынан ол нәрселерді көрмейсіз. Адам өзіме лайықты адам іздеп жүрмін деген кезде, мен ол кісіге лайықтымын ба деген сұрақпен қатар, ең болмағанда өзімді жақсы жаққа қалай өзгертуге тырысып жүрмін бе деген сұрақты қойғаны жөн. Отбасын құрған соң қандай жар боламын деген сұрақты қоя білген адам бақытты отбасын құруға алғашқы қадам жасаған болып саналады. Өзіне осы сұрақтарды қоюдан қашқан адам бойындағы кемшілігін көре алмайды. Нәтижеде көптеген қиындыққа тап болады. Асылында адам баласы өмірде де, отбасында да бақытты болуға не қажет екенін жақсы біледі. Мысалы, отбасын құруға бел буған азамат пен азаматшадан отбасында бақытқа жетелейтін не нәрсе деп сұрасаңыз, бір-бірімізді жақсы көру, қуаныш пен қиындықта бірге болып бір-бірімізге демеу көрсету, өзара адалдық таныту, бір-бірімізді ренжітпеу, тағы басқа сынды керемет құндылықтарды тізбектеп береді. Аталмыш құндылықтарды оп-оңай тізбектеп берген жандардың бір күні ажырасып жатқанын көресіз. Неге? Рас, бұл айтылған нәрселерден адам бейхабар емес. Біздің ең үлкен қателігіміздің бірі білгенді жүзеге асырмауда жатыр. Отбасын сақтап қалу үшін жақсы жар болу керек екенін біле тұра, жақсы жар болуға ұмтылмайтын, бойындағы кемшілікті мойындаудан қорқатын адамдар бар. Біле тұрып орындамау,
және орындауға тырыспау. Адамның адами қадір-қасиетін түсінетін кеселдің бірі өзіне «мен қандай адаммын, бойымда қандай артықшылық пен кемшіліктер бар» деген сұрақ қойып, соған сай амал ете білмеген адам дамымайды. Дұрыс отбасы болу өзімізді дұрыстауға тікелей байланысты. Егер өз бойымыздағы кемшілікті дұрыстай білсек, отбасылық өміріміз де ретке келеді. Сол себепті айналамыз дұрыс болу үшін өзімізді дұрыстауға тырысу қажет. Білген нәрсемізбен амал етуді үйренсек, үлкен жетістіктерге қол жеткіземіз. Отбасылық бақытқа жету қажырлы еңбекті талап ете ме? Күй сандықта шебер ойнайтын танысымнан күніне қанша уақыт дайындалатынын сұрағанымда күніне 9 сағат деген жауап алған едім. Күй сандықта шебер ойнау үшін осыншама уақыт бөлініп еңбек етіліп жатса, отбасы бақытына жету үшін қаншама еңбек пен уақыт қажет екенін өзіңіз де пайымдай беріңіз. Еркектердің сыры. Ғалымның әңгімесінен: бір күні бір әйел маған өзінің күйеуінің үстінен шағым айтып келді. Айтқан шағымы: күйеуім мені жақсы көрмейді, айтқан сөзіме құлақ аспайды, қырсықтығы тағы бар, не істесем болады? Әйелге былай деп жауап бердім: сөзіңізден ұққаным, сіз ер адамның табиғатын, онымен қалай қарым-қатынас жасау керектігін түсінбегенсіз. Бәлкім солай да шығар, бірақ сізге айтқанымның бәрі рас деді. Сөзіңіздің шын екеніне күмәнім жоқ. Менің ойымша проблема өзіңізде. Күйеуіңізді түсіне алмай жүрген сияқтысыз. Егер күйеуіңізден дәл қазір әйеліңізді жақсы көресіз бе деп сұрасақ, иә деп жауап беретініне сенімдімін. Ол болса, иә, күйеуім маған жақсы көретінін айтады, бірақ менің бұған күмәнім бар деді оған. Онда менің сөзіме құлақ асыңыз. Әлемдегі ер адамның көпшілігіне тән сипаттарды баяндап берейін, содан кейін үкімін өзіңіз айтарсыз, дедім. Келісетінін білдіріп басын изеді. Ал ендеше тыңдаңыз. Бірінші, ер адам өмірде өзіндік ой-пікірінде біреуге тәуелді болғанды қаламайды. Әйелінің де өмірі әрбір сәтіне араласқанын ұнатпайды. Бұл ер адамға тән табиғат. Кейде сіз күйеуіңізге насихат айтасыз, бірақ ол оны қабылдамайды, себебі өзі талап еткен жоқ. Ал әйел кісі мұны түсінбестікке, қаталдыққа балайды да түрлі ойға беріліп ренжи бастайды. Бұл әйел тарапынан болған қате түсінік. Екінші, ер адам көбінесе жоқ деп жауап бергенді ұнатады, себебі бұл сөз оған өзінің жігіт екенін, күш-қуаты бар екенін сезінуге көмектеседі. Сіздің өтінішіңіздің көбі бірден қабыл етілмейтіні де содан. Сізге жоқ деген кезде ашуға салынасыз, жағдайды ушықтырып аласыз. Үшінші, еркектердің көбі өміріне киген киіміне өзгеріс енгізгенін қаламайды. Әсіресе өзгеріс енгізу талабы әйел тарапынан болатын болса, себебі бұл нәрсе оларда әлсіздік сезімін тудырады, әсіресе отбасылық өмірдің алғашқы кезеңінде. Төртінші, ер адам кез келген тақырыпты кіріспесіз бірден бастап кеткенді ұнатады. Егер бұлай болмаған жағдайда әңгімеден қашуы мүмкін, ал сіз оны өзіңізбен әңгімелесуді қаламайды деп түсінесіз. Ақиқатында сіз күйеуіңіздің тілінде сөйлесіп жатқан жоқсыз. Бесінші, еркектердің көбі көзбен көру арқылы әсерленеді. Әйелдегі сыртқы сұлулық, хош иіс, әдемі киім еркектер тарапынан қатты бағаланады. Әйелдер жағы көбіне есту арқылы әсерленеді. Олар жылы сөзді, мақтауды жақсы көреді. Сізге айтарым, күйеуіңіздің табиғаты нені қалайды, соны беруге тырысыңыз. Сонда өз қалауыңызға да қол жеткізесіз. Алтыншы, ер кісі өзі құрметтемейтін әйелді жақсы көрмейді. Өз отбасында құрметке бөленбесе, оны сырттан іздейді. Жетінші, ер адам өз ісін жүйелеуде әйелге қарағанда жылдамырақ. Мысалы, үйден шығу үшін ер кісіге 10 минут жетіп жатыр, ал әйелге қосымша уақыт қажет. Сол себепті кейбір еркектер үйден әйелмен бірге шықпағанды ұнатпайды. Тіпті осы үшін кейде ұрыс-керіс те орын алып жатады. Сегізінші, ер адам әйелдің күнделікті сөйлейтін сөзінің 1/3 ғана сөйлейді, ал кейбір әйелдер мұны басқаша жорамалдап
менімен сөйлесуді қаламайды деп іштей ренжіп жүреді. Жоқ, олай емес, бұл оның табиғаты. 9. Ер адам бір істе көбінесе мақсатқа жетуді көздеп тұрады, ал әйелдер бір мақсаттан екінші мақсатқа секіріп отырады. Мысалы, базарға кірген ер адамның мақсаты қалаған затын сатып алу болса, әйел кісіге базар аралау қызық. 10. Әйелдер ерінің өзіне деген махаббатын сәт сайын сынап білгісі келіп тұрады. Күйеуі гүл шоқтарын күнде сыйға тартса да, әйел оны көп көрмейді. Тіпті кейбіреуі оны да асынуы мүмкін. Күйеуі бір күн телефон шалмай қалса да, көңілі түсіп, түрлі ойға барып жатады. Мысалы, күйеуі телефон шалмаған күні айнаның алдына барып, мен толып бара жатқан сияқтымын. Бұрынғы сұлуым көрінбей қалған ба? Қалай өзі? Күнде телефон шалатын еді ғой, бүгін неге шалмады екен? Әлде мен ұнамай жүрмін бе деген сынды. Бұл әйелге тән табиғат. Ал ер кісіге жақсы көретініңізді жылына 1-2 мәрте білдіріп отырсаңыз жетеді. Оның әйелден бар талап ететіні өзіне деген құрмет пен сенім. Осы 10 сипатты естіген соң көзін төмен салған күйеуі біраз уақыт үнсіз отырды. Бір кезде айтқандарыңыздың бәрі рас. Тіпті бізбен бірге бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатқан адам секілдісіз. Міне қызық деп таң қалды. Оған былай дейді: күйеуіңізден айырылмаңыз, ол нағыз жігіттің төресі. Ол қырсық та, қатал да емес. Сізді де қатты жақсы көреді, бірақ өзі қалағандай жақсы көреді. Сіз қалағандай емес. Себебі ол ер адам, табиғаты да сізден бөлек. Еркектер жыры. Қазақтың сүйікті ақыны Мұхтар Шаханов ағамыздың өлеңі түсіне білген әйел адам үшін үлкен ғибрат. Өлеңде нағыз ерге тән кейбір қасиеттер тілге тиек етіледі. Қалқам, мені сыйлайтының шын болса, мені жатқа қимайтының шын болса, маған өріс тілейтінің, маған жеңіс тілейтінің шын болса, мен сүрінген, мен қиналған кездерде жадап жүдеп жүргенімді, мұңға батқан түндерімді сездірме сен өзгеге, және өзің де айта көрме. Саған ауыр болды деп нала мұңнан, арқан жауыр болды деп өйтіп мені намысымнан аттама. Жазғыр мейлін табалай бер, көтерем, мүсіркеушім бола көрме тек қана. Біздің тауда қанатына қаңғырған бір оқ тиіп, ата қыран ұясына тартып жатты көп күйік. Кей кездері ызадан жарылардай дөңбекшіді ол қорлыққа бағына алмай. Бала қыран күндікке тауды кезіп, жем тасыды ұяға жаны қалмай. Ата қыран перзентінің қамқорлығын құп алып, шүкіршілік етті іштей қуанып. Ойлады ұзақ қайғы бола қоймас боласа, құлан таза сауығамын тағы 2-3 ай шыдасам. Бірақ бір күн бала қыран соған былай тіл қатты: баға жетпес асылымсың, ардағымсың қымбатты, әбден қажып сорладың-ау, жүдедің-ау тым қатты. Есіме алсам баяғы шат күндерімді еңселі, жаным жылып, аяп кеттім мен сені. Тоқтат, деді ата қыран қалш-қалш етіп долданып, бекер жатқан екенмін ғой, ұлым бар деп малданып. Көкірегін бір алапат ыза буып алды да, ұясының аузына әрең жүріп барды да, жан шошытар жалтыр құздан құлап өлді табанда. Қалқам, ерлік даңқы қанат жайған мына ұлы заманда, мүсіркеу сөз естуден өлім жеңіл маған да. Отбасы бақытына жетелейтін жолдар. Әркім өз өмірін бақытты ету жолдарын және оған не нәрсе кедергі боп жатқанын жақсы біледі. Біздің ең басты кемшілігіміз білгенді жүзеге асыра алмауда. Махаббатты қалай түсінесіз? Махаббат екі жақтың бір-біріне деген рухани байланысы. Рухани байланыс нәтижесінде адам бойында, мінезінде, ой-пікірінде, қажеттіліктерінде осы махаббаттың сәулелері көрініс табады. Мынаны да ескерген жөн: махаббат ешқашан құр сезімге негізделмейді. Махаббат ұғымы әлдеқайда ауқымды. Мысалы, әлдекім мен отанымды сүйемін, отанға деген махаббатым шексіз деп қиын қыстау кезде отанын тастап қашып кететін болса, ондай адамның отанға деген махаббаты бар деп есептемейміз. Ендеше махаббат аясында сезім ғана емес, сол сезімге деген адалдық,
шынайылық және сол сезім жолында көретін қиындыққа сабыр ету де кіреді. Сезім сырларын зерттеуші ғалымдардың айтуына сүйенсек, бір-бірімізді сүйіп қосылдық деген жандардың сезімі бар болғаны 4 жылға ғана созылады екен. Оның орнын бауырмалдық, өзара құрмет пен сыйластық басады. Ал бұл деңгейге өте алмағандар көп, ұзамай амалсыз ажырасып кетеді. Отбасылық өмірде небір қиын кезеңдер болады. Себебі өмір сынақ алаңы. Сондықтан жалаң сезім мен өмір мектебінің сынағынан оңай өте саламын деу адамның өзін өзі алдауы болып табылады. Орыстың ойшылы Чехов осы мәселені дөп басып айтып кеткен. В семейной жизни главное терпение. Любовь продолжается долго не может. Расымен де өмірдің қиын-қыстау кезеңінде сынға түспеген махаббатты шынайы махаббат деп айта алмаймыз. Кез келген нәрсеге нақты баға беру үшін арнайы дәлел мен зерттеу қажет. Сонда барып ол өзінің шынайы бейнесін табады. Шынайы махаббат үлгісі. Махаббаттың символы кім десе, бүкіл әлем бірауыздан Шекспирдің кейіпкерлері Ромео мен Джульеттаны айтады. Бірақ аңызға сенсек, олар қосыла алмаған ғашықтар. Қосылған күнде олардың бір шаңырақ астында бақытты өмір сүрер-сүрмесін бір Алла ғана біледі. Ал бірін-бірін ұнатып, үйленіп, бір-біріне ерекше сүйіспеншілік көрсеткен бірі өмірден өтсе де, екіншісі есінен, жүрегінен еш шығармаған, бір-бірімен өмірлеріне ренжісіп көрмеген Мұхаммед пайғамбар мен Хадиджаның оқиғасын естігенде едіңіз. Бәлкім естігенде боларсыз. Бірақ пайғамбарымыз бен Хадиша анамыздың арасындағы кіршіксіз махаббат ғибрат ала білдіңіз бе? Шынайы махаббат үлгісіне куә болғыңыз келсе, пайғамбарымыз бен Хадиша анамыздың өміріне назар аударыңыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейкум уассалам қасиетті шаңырағына үлкен бір оқиғаның болуына міне аз қалған кез. Уахидің хабаршысы іспетті аян түстері де жиі көретін болды. Бір жағынан айналасында Құдайын танытпас надандық та қатты өрши түсті. Қағбаның айналасы толған пұт, адамдар Алласын ұмытқан бір өлара кезең. Халықтың барлығы дерлік жалған қолдан жасалған құдайларына жалбаруына жарысқа түскендей. Әрине, бұның бәрін көргенде Алла елшісі қатты күйзелетін. Аллаға құлшылық ету үшін салынған жер бетіндегі ең алғашқы құрылыс қасиетті Қағба маңы ол күндер түнек мекеніне айналған. Сол себепті ардақты елші не Қағбадан кете алмай, не маңын ұнатпай әрі-сәрі күй кешетін. Бірақ жыраққа кетуді әдетке айналдырды. Бірнеше сағат жол жүріп Нұр тауына жететін. Нұр тауының Қағбаға қараған жағындағы үңгірге жайғасып, қалаға қарап ұзақ ойланатын. Кім білсін, мүмкін надандық пен пұттардан тазарар, уақытынан ойша елестететін бе еді. Жылдың не айдың белгілі күндерінде осында келіп оңаша біршама уақыт өткізуді өзіне дағды етті. Тура бір Қағбаға қарап рүкух етіп тұрғандай Хира үңгіріне өзіне тән құлшылығы да жоқ емес-ті. Тауға әр кеткені Әзірет Хадиша үшін де ауыр тиетін. Расулулла үңгірде өзін ерекше жақсы сезінетін. Алайда Хадиша еріне қатты алаңдаушылық танытатын. Әлденеге ұрынып қалмаса екен деп қорқатын. Сол себепті артынан қызметшілерін жұмсап, амандығын білуді әрі сырттай қорғап жүруді тапсыратын. Адамзаттың асылы үйдегі сүйікті жарынан дайындап берген ас-ауқатын алып Нұр тауына аттанатын. Бірер күннен кейін азық-түлік алып кетуге қайта келетін. Бірақ көбінесе Әзірет Хадиша шаңырағының шаттығы әрі тірегі отағасына сағаттап жол жүріп 866 метрлік Нұр тауына көтеріліп, одан әрі Хира үңгіріне өз қолымен ас апаратын. Кейде жолдары қазіргі Ижаба мешіті деп аталатын жерде түйісіп, сонда бірге түнейтін. Кейіннен пайғамбарымыз қайтадан үңгірге қарай бет алып, Хадиша анамызға үйге қайтатын. Күйеуіне жырақта болуға қай әйел шыдамақ? Бірақ Әзірет Хадиша арада ұзақ уақыт өтсе де қабақ шытпайтын, қарсылық танытпақ түгілі қайта ерінің жалғыздығын бөлісіп, оны болашақ күндерге дайындайтын. Сондай оңашадағы күндерінің бірінде пайғамбарымыз өзі көрмесе де ту сыртынан: «Уа Мұхаммед,
мен жәбірлеймін деген дауысты естіді. Бұл тосыннан естілген дауыс уахидың келер алдындағы бір хабаршысы еді. Естілген дауыстан секем алып қалған ол тағы да жұбаныш іздеп Хадишаға барады. Жарына болған оқиғаны тәлпіштеп түсіндіреді. Түсіндіріп отырып, Алланың атымен ант етейін, бір жамандыққа ұшырайын ба деп қорқудамын деді. Рухы мықты жан бұрынғы әдетінен танбады. Дереу ерінің қорқынышын сейілтіп, о не дегенің, Алла сақтасын, Алла сені жамандыққа ұшыратпайды. Сен аманатқа берік ағайындарына қарасатын, сөйлегенде сөздің ең дұрысын айтатын жан емессің бе деді. Тағы бірде кешкісін айналаны қараңғылық басқанда жұрт үйді-үйлеріне тарқасты. Тыныштық орнаған уақытта Жәбірәйіл періштенің даусы тағы да естілді. Періште сәлем деп өзіме сәлем беруде еді. Бұны естігенде адамдарын жылдамдатып дереу Хадишаға барғанша асықты. Асыл ерінің алаңдаушылығынан байқаған жары, мына күйін қалай, не болды деп сұрады. Жарына болған жайтты тәптіштеп айтып берді. Сөзін бітіре бергенде Хадиша толқып, бұл қуанышты жағдай ғой, сәлем деген сөздің өзі жақсылық деді. Осы сөздер арқылы сәлем деген сөзді кім айтса да, ол сені түбі жақсылыққа апарады деген ойды ұқтырғандай еді. Уахидың түсуі күллі адамзат тарихындағы ұлы бір оқиға. Уахидың келуіне аз қалды. Нұр тауында нұрлар шағылысқалы жатыр. Жер мен көктің арасында ұлы бір тылсылымнан тартылған байланыс құрылмақ. Жәбірәйіл періште жаратушы Жаббар иеден көптен күткен ұлы бір міндетті адамзат абзалына табыстамақшы. Жер бетінің ардақтысы мен көктердің ардақтысы жүздесіп, осы арқылы адамзат баласына жаңа бір шариғат, жаңа бір міндет табысталмақ. Осыдан кейін жер беті нұрланады, адамзат қайта нұрмен қауышып, бақытқа ие болмақ. Хира үңгірінде құлшылық жасап отырған пайғамбарымызға Жәбірәйіл періште келді. Көк нұры, жердің нұрын құшағына қысып оқы деп бұйырды. Бұл бір жағы тау-тастың өзі басын алып қашқан ауыр міндеттің адам баласына жүктелуі еді. Ол ауыр міндетке шыдас беру оңай соқпасы анық. Көктің нұры Жәбірәйіл Аллах сүресінің алғашқы 5 аятын жеткізді. Ізінше нұр тауына жолыққан екі нұр бір-бірімен ажырағанда Расулла Меккеге қарай асыға жөнелді. Жолай ұшырасқан тас пен ағаштардың бәрі тілге келіп, уа Расулалла, сізге Алланың сәлемі болсын деп жатты. Дереу үйіне келіп, аяулы жарынан тезірек үстін жамылғымен жабуды сұрады. Қатты шошынғанын айтып, соны неге апаратыны көзі жетпегендіктен кәдімгідей алаңдап қалғанын жеткізеді. Ерінің бұл келісінің әдегідей еместігін аңғарған Хадишаның жүрегі орнына түсті. Өйткені бұл жолы тауға кеткеніне көп болды, әрі артынан жіберген қызметшілер де таппай құр-қол қайтқан еді. Асыл ері бірдеңеге ұшырап қалды ма деп те уайымдады. Бірақ бар күмән артта қалған секілді. Иә, бүгінгі жүрісі бұрынғыдан тым өзгеше. Әрдайым жұбататын жары бұл жолы да басу айтты. Отағасы, еш уайымдама, Алла тағала сені қараусыз қалдырмайды деді әуелі. Артынша бұл болған оқиға қайғыру емес, қайта қуану керектігін түсіндірді. Не деген мықтылық десеңізші, Аллаға деген сенімнің, ұшқыр ақылдың және өте бір парасаттылықтың көрінісі еді бұл. Біраздан соң Алла елшісі болған жайтты алғаш рет жұбайына айтты. Өмірде көрмеген, мен түйген көп парасатты Хадиша анамыз нағыз тәуекелдің адамы еді. Ілек көмекке, қолдауға зәру кезінде өзінен күтілгендей сүю болатынын былай деп білдіреді. Еріне сүйінші деп бастады сөзін. Бұл үстінде табандылықтан. Хадишаның шыбын жанын құдірет уысына ұстаған. Аллаға ант етейін, осы үмбетке пайғамбар боларсың деп үміттенемін деді. Ішкі дайындығы соншалықты еш іркілместен дереу сол жерде тілін кәлимаға келтіріп, Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уа сәлям пайғамбарларын мойындады. Бұндай қысылтаяң кезде қолда біру қажеттілігін жақсы білді. Неге десеңіз, сол күнге дейін ел сеніміне бөленіп келген жанның кемелдікке қадам басуында көңіл жабырқамауы тиіс еді. Еш алаңдама деді сөзін жалғап. Алла сені жамандықтан қорғайды.
өйткені сен туыстарына қарасасын, сүрінгенді демеп, жығылғанды орнынан тұрғызасың, жалаңаштарды киіндіресің, қонақжайсың, үнемі ақиқаттың соңындасың, өзіңді тұтастай жақсылық жолына арнаған жансың деп асыл жаны жұбату сөздер айту арқылы барша мұсылман әйел қызығатындай іс жасады. Сөйтті де бұл дүниеде жақсылықтың істе озып алға шығудың үлгісін көрсетті. Артынша Хадиша Уарақа ибн Нәуфалаға барды. Болған жайтқа тіпті таңданбағандай, неге десеңіз, өзі күткен нәтиже аларынан нық сенімді еді. Уарақаға келіп, сүйікті күйеуінің басынан өткерген оқиғасын бүге-шүгесіне дейін айтып берді. Естіген әрбір жайт Уарақаның таңданысын арттырып, ішкі әлемін астан-кестен етті. Бір уақытта Уарақа шыдамай кетіп, «Кудус, Кудус!» деп дауыстап жіберді. Іле Уарақаның шыбын жаны құдіретті уысын ұстаған. «Құдіретке ант етейін, егер маған айтқандарының бәрі рас болса, онда күйеуіне көрінген жағдай кезінде Мұса мен Исаға келген намус акбар, жәбірлеуші періште, ендеше Мұхаммед осы үмбеттің пайғамбары, барып осыған осыны айт, табандылық танытсын» деді. Бүкіл Мекке жұрты алла елшісіне қарсы шықса да, әзірет Хадиша өзінің берер көмегін аянбай сүйеу бола білді. Ері жаны жабырқай қалса, қасына келіп көңілін жұбатып, өміріне қауіп төнгенде де қауіпсіз әрі тыныштық мекені ретінде қасына келетін. Осы себепті әркез өзінің білгенін айтып, ерін демеуге тырысатын. Бірде сағынышты нәбиден жырақ қалмау үшін артынан іздеп барып жүрген күндердің бірінде әзірет Хадиша Расулаллаға азық сусын алып жолға шықты. Ол кезде Расулалланың жанында тағы да Жәбірәйіл періште бар еді. Келгенін көргенде Расулаллаға қарап мынандай қуанышты хабар айтты: «Мына келе жатқан Хадиша, қолында әкеле жатқан азығы мен сусыны бар. Оған Раббыңнан және менен дұғай сәлем айт. Бұған қоса жәннатта оған інжуден салынған сарай сыйға берілетін де, ол жерде шаршау да, шу да болмайтынын айт» деді. Раббысының арнайы сәлеміне лайық болу не деген биік мәртебе десеңізші. Қиыншылыққа толы жылдар. Бұл 3 жылға созылған мехнатты жылдар еді. Қиындықтар күн өткен сайын арта берді. Әр күні әр жерде, әр шатырдың басында қайтыс болған адамын жоқтаған зар айтылып жатты. Ал мүшриктер Меккеде сайран салумен болды. Бұл 3 жыл аштыққа, шөлге және ауруларға тола өтті. Не деген қатыгездік, қаныпезер! Мекке мүшриктері жас, кәрі, әйел, бала-шаға да деп ажыратып жатпай, бәріне тегіс зұлымдық жасады. Аштықтан жылаған балалардың зары үні Фаран тауларынан жаңғырады. Кешқұрым мұсылмандар намазға тұрғанда мүгілген тыныштық осы балалардың зары бұзатын. Шырылдаған ащы үн намазда тұрған әрбірінің жүрегін қарып шоқтай қыздыратын. Аштық жалмаған адамдар жүрек жалғар, талғар жау болар азық іздеп жер-жерге тентіреп кетер еді. Сағыт ибн Әбу Уақас бір күні тері тауып алады. Теріні жақсылап тазалап, артынша отқа қақтап жеп, 3 күн бойы тіктеуге әлі бергені үшін Аллаға шүкір айтқан. Көпшілігі ағаштардың қабығы мен жапырақтарын жеп күнелтіп, соның салдарынан қой секілді құмалақ тастаған. Осы кезде күйеуінің жанынан табылып, оны жақсы күндерге қанаттандырған, сабырға шақырған жан Хадиша еді. Ислам жолында бар байлығын тәрк етті, денсаулығынан да айырылды, бірақ күйеуіне деген махаббаты соны еш мойып, сол күні бір ауыз шағым айтқан емес. Мүшриктер пайғамбардың отбасымен және оның соңынан ергендермен барлық қарым-қатынасты үзді, сөйлеспеді, азық-түлік сатпады, былайша айтқанда бойкот жариялады. Хадиша анамыз қолындағы бар байлығын мұқтаждарға таратып, өздеріне де ішіп-жемге ештеңе қалмаған жағдайға жетті. Сол ауыр кезде ойлап көріңізші, Хадиша анамыздың 2 қызы Үммі Гүлсім мен Зейнепті күйеулері Алла елшісіне дұшпандығы себепті қайта әкеліп берген болатын. Анаға одан ауыр не болсын, аштықтан ауыр азаптан түнде олардың жылағаны естілетін. Осы кездері 2 ұлы Абдулла мен Қасымнан да айырылып, азап үстіне қаза жамылды. Сонда пайғамбарымыз жылаған әйелін жұбатып тұрып: «Хадиша, жылама, оған Алла тағала жұмақта емізетін әйел дайындады» дейтін.
осындай ауыр күндерге қарамастан пайғамбарымыз Хадиша анамызды тек жымиған күйде көретін, оның жүзіне қараған жан қиындық бар десе сенбес еді. Ерінің жүрегін жаралаймайын деп өз мұңын жасырған жар Хадишадай ақ болар. Тіпті денсаулығын сыр беріп жүргенде күйеуіне білдірмеді. Негізі құрайшықтардың бойкоты Хадиша анамызға қатысы жоқ еді. Яғни бойкот тіке Хадашим ұлдарына жасалды. Сондықтан 3 жыл қуғын-сүргін көрмей Меккеде шалқып өмір сүруге оның толық мүмкіндігі бар болатын. Бірақ сонау алғашқы күннен бастап өз қадіріне жеткен пайғамбарымызды бұл қиыншылыққа жалғыз тастап кететін кісі ол емес. Қуанышты кездерін бірге бөліскендей қайғылы уақыттарына жанынан табылуы тиіс еді. Расында сөйтті. Меккедегі жылы төсегі мен 60-ты алқымдаған жасына қарамастан аштық пен шөлге шыдап бақты. Неге десеңіз, жары дәл сондай уақыттарда сүйінішке көбірек зәру еді. Ізгі адамның жанашырлығы назарынан тыс қалушы ма еді. Пайғамбарымыз өмір бойы жарының осы жақсылықтарын есіне алып отыратын. Мүмкіндік туа қалса, Хадиша анамызды кейіндер үлгі етіп айтатын. Иә, тарихта бұндай аяулы тұлғалардың саны қанша болды екен десеңізші. Хадиша Алла мен елшісіне алған иман еткен кісі еді. Оған дейін ешбір еркек, ешбір әйел мұсылман болмаған. Осы артықшылығымен Алла елшісінің жүгін жеңілдеткен. Пайғамбарлар сұлтаны өзін әлдекім алда-жалда жалғанға шығарса, өміріне қауіп төндіріп, міндетіне тіл тигізсе, қоғамнан оқшаулануға тырысса, дереу Хадишаның жанына келетін. Содан алған қолдаумен жүгі жеңілдеп, адамдардың қорлығын ұмытып, ісіне деген ынтасы қайта оянғанын сезетін. Хадиша ерінің бетіне ешқашан жел боп тиген емес. Пайғамбарымыз оның жанына келгенде көңіл аспанның қара бұлты сейіліп, шуақты күні қайта шыққандай жан дүниесі жадырап сала беретін. Пайғамбарымыздың Хадишаға деген теңдессіз сүйіспеншілігі. Әрине қиын кездер артта қалды. Ислам қанатын кеңге жайды, ауыр күндер ұмытылды. Бірақ пайғамбарымыз ерекше махаббатымен, сүйіспеншілігімен бір сәтте естен шығармаған бір адам бар еді. Ол Хуайлидтің қызы, Алла тағаланың өзі сәлем жолдаған Хадиша болатын. Пайғамбарымыз Хадиша анамыз туралы жиі еске алатын. Мәдинаға қоныс аударғаннан кейін бірнеше жылдан соң сырттан Хадишаның сіңлісі Халланың даусын естіп, оны өз жұбайының даусына ұқсатып, «Тәңірім-ау, Халла!» деп орнынан тыпыршып кеткені жайлы деректе бар. Үйіне Халла келсе, орнынан тұрып құрмет көрсетеді екен. Ал үйінде қой сойылса, бір бөлігін Хадишаның құрбыларына жіберу, сыйлық келсе, оны да соларға сыйлау. Пайғамбарымыздың бұлжымаған заңы болатын. Айша анамыз: пайғамбарды Хадишадан қызғанғанды басқа әйелдерден қызғанған емеспін, оны әсте көрмегенмін де, деген. Бір күні пайғамбарымыз Хадиша анамыздың жақсылықтарын тағы есіне алады. Айша анамыз шыдай алмай: Үммі Хадишаны айтасыз, Аллаға тағала сізге одан да жас, әдемі әйелдер берді емес пе, дейді. Тозандай жақсылықты ұмытпайтын пайғамбар Алла Хадишадай хайырлы жар сыйлады. Ел мен мені мойындамай, күпірліктің күнсіген, қоқсыған ақтарып жүргенде ол иман келтірді. Жұрт түгел мені өтіріскенде ол растап қолдады. Халық менен не нәрсені болса да аяп, итіне жегізгенде ол дәулетіне ортақ етті. Алла тағала тек содан маған перзенттер нәсіп етті, деді. Хадиша анамыз жайлы бұл сөздерді естіген Айша анамыз айтқанда ұялып: «Уа Расулалла, сені пайғамбар етіп жіберген Аллаға ант етейін, бұдан кейін Хадиша жайлы естеліктерін айта жүруіңді өтінемін», деп пайғамбарымыздың көңілін аулаған еді. Не деген құрмет, не деген сүйіспеншілік! Пайғамбарымыз өмірінің соңына дейін Хадишаны есінен шығарған емес. Ол Меккеге келгенде де қаланың жоғарғы жағынан кіреді екен. Өйткені онда сүйікті жары Хадишаның қабірі болатын. Соған баратын, сол жерде жаратқанға жалбарынып, аяулы жары үшін бар жақсылықты тілеп дұға ететін. Жұмсақ сөзді болыңыз, ертегі уатпай ма баланы да, сөз сиқыр ғой, жазбай ма жараны да. Сөздің өзіне тән сиқыры бар екенін білесіз бе? Расында адам бір ғана сөзбен екі елді бір-біріне айдап салса,
бір ауыз сөз арқылы екі елдің арасын жарастыра алады. Сөз арқылы жалғанды ақиқатқа, ақиқатты жалғанға шығаруға, сөз арқылы біреудің махаббатына бөленіп немесе ашуына ұшырауға да болады. Сөз сіздің күйеуіңізбен арадағы жақсы немесе жаман қатынастың кілті. Сөз арқылы күйеуіңіздің көңіліне қуаныш сыйлап, сөз арқылы күйеуіңізден көңіліңізді жадыратын сөз ести аласыз. Бір әйел кісіден күйеуіңізбен қалай қарым-қатынас жасайсыз деп сұрағанда, үйде күйеуім сиқырлы сөз арқылы саясат жүргіземін деген екен. Расында сөз орнымен дұрыс қолданылса, көптеген проблеманың алдын алады. Мысалы, сіздің айтқан жылы сөзіңіз күйеуіңіздің ашуын басады, тіпті ашуын сыртқа шығармай, іште бұқтырып жоқ етуіне көмектеседі. Ендеше күйеуіңізбен жылы һәм жұмсақ сөйлесіңіз. Жұмсақ сөйлеу арқылы сіз де алдыңыздағы адамнан жылы сөздер естисіз. Күйеуіңіз үнемі сізден қорғаным, қамқоршым, сүйенішім, сүйіктім деген мақтау сөздерді көп естісін. Сонда сіз махаббатым, жарқыным, сүйіктім деген сөздерді ести аласыз. Кішкене бір баладан ананың аты кім деп сұраған кезде білмеймін, әкем сүйіктім дейді, ал мен анашым деймін деп жауап берген екен. Сыйлық мәселесін назардан тыс қалдырмаңыз, бір-біріне сыйлық беріңдер, махаббаттарын артсын. Ерлі-зайыптылар бір-біріне сыйлық беру арқылы ара қатынастарын жақсартып отырулары қажет. Адам өмірінде сыйлықтың түрі көп. Оның ішінде белгілі қаражатқа алынатын және тегін сыйлық түрі бар. Қаражатқа алынатын сыйлық түрі белгілі, ал тегін сыйлықтың түрін қалай түсінеміз? Отбасылық өмірдегі тегін сыйлық деп отырғанымыз ерлі-зайыптылардың қарым-қатынас барысында бір-біріне деген құрметті. Мұндай сыйлықты сыйлау үшін сізге қаражат қажет емес, күнде тегін сыйлай аласыз. Отбасылық өмірде мұның маңызы өте зор және сыйы да өте үлкен. Ол тегін сыйлықтар төмендегідей: бір-біріне күле қарап, жарқын жүзді болу. Ерлі-зайыптылардың бір-біріне жарқын жүзбен күліп қарауы арадағы жылулықтың артуына себеп болады. Күйеуіңіз жұмыстан шаршап келгенде, сіздің бір ғана күлкіңіз оның шаршағанын басып, шаңырақта шаттық орнайды. Аллаға шүкір ету. Аллаға шүкір ету адамның өмірдегі негізгі уазифасының бірі. Қандай да бір жақсылыққа кенелер болсаңыз, Аллаға дереу шүкір етіңіз. Сонда жақсылығыңыз да арта түседі. Аллаға шүкір етуіңізді күйеуіңізге де ескертіңіз. Яғни өзімен жолықтырған үшін Аллаға шүкіршілік етемін десеңіз, күйеуіңіз де қуанып қалады. Себебі өзіне тұрмысқа шыққан үшін әйелінің өкінбейтінін білу кез келген еркекті қуантады. Осылайша күйеуіңізді бір мақтап қойыңыз. Күйеуіңіздің қадір-қасиетін жария қылу. Күйеуіңіздің қадір-қасиетін жария қылу, оның жақсы қасиеттерін туысқандардың алдына айту. Яғни күйеуіңіздің көзінше оны туысқандарына мақтасаңыз, біріншіден туысқандар арасында оның қадір-қасиетін артады, екіншіден оны қуантады, үшіншіден арадағы махаббаттың нығаюына себеп болады. Күйеуіңізге деген сеніміңізді білдіріңіз. Ер адам әйелінің өзіне сенгенін қалайтынын ұмытпаңыз. Үнемі күйеуіңізге құрмет ететініңізді білдіріп, қасында болғанымда өзімді сондай бақытты сезінемін деген жылы лебізіңізді айтып жүріңіз. Әйелінің өзіне сенім артатынын білген еркек тау қопаратын күшке ие болады. Сүйетініңізді білдіріңіз. Жақсы көрген адамдарына жақсы көретіндеріне айтыңдар. Өмір себептер алаңы. Белгілі бір себеп арқылы белгілі бір іс жүзеге асып жатады. Осы жүзеге асқан іс басқа бір істің жүзеге асуына себеп болады. Сол секілді адамның сүйегіне сүйетіндей білдіруді арадағы сүйіспеншілік пен жылулықтың туындауына себеп. Ерлі-зайыптылардың бір-біріне сүйетіндіктерін білдірудің тәсілдері көп. Әр тәсілдері өзіне тән қолдану түрі мен тілі бар. Аталмыш тілдеріміз бәріміз де білеміз, бірақ өкінішке орай аз қолданамыз, немесе мүлдем қолданбаймыз. Егер әрбір тәсіл мен оған лайықты тіл өз орнымен дұрыс қолданыс тапса, отбасылық өмірге жан бітірер еді. Ендеше осы тәсілдерге төменде тоқталып өтейік. Сөйлеу тәсілі және дыбыс ырғағы. Сөздің сиқыры барын ұмытпаңыз. Күйеуіңізге сүйгеніңізді айту оның жүрегіне қуаныш сыйлайды. Алла берген тілі арқылы біреудің сыртынан ғайбат немесе өсек айтпай, басқаның, әсіресе күйеуіңіздің көңіліне шаттық
сыйлауға қолданыңыз. "Мен сені сүйемін" деген бір ғана сөзіңіз арадағы салқындықты сейілтіп, сыйластық пен мейірімнің артуына себеп болуы мүмкін. Өйткені адам табиғаты сүюмен қатар, сүйілгенді еске алумен қатар еске алғанды қалайды. Кез келген адам өзін жақсы көретін әрі жастанбайтын адамдардың қасында жүргенді ұнатады. Алла берген қызыл екі тіл екі дүние бақытына жетелейтін зікір. Мен шүкірге және өзіңізге, басқаға да зиян тигізбейтін жақсы сөзге толы болсын. Сөйлеген кезде даусыңыздың ырғағына да қатты мән беріңіз. Өйткені әйел адамның дауысы нәзіктігі ер адамға қатты әсер ететін құрал. Әйел адамның нәзік те жұмсақ дауысы, мейлі ол дуалдың арғы бетінде болсын, ер адамға әсер етіп, оны неше түрлі қиялға жетелейді. Ал арада ешбір бөгет болмаса, әсері қаншалықты болатынын өзіңіз ойлап көріңіз. Сол себепті шариғатымыз әйел кісіге бөтен еркектің алдында қылмыңсып сөйлеуге тыйым салады. Ал күйеуіңіздің алдында барынша еркелеп, әйелге тән нәзіктігіңізбен қылмысып көрінуге шариғат тыйым салмайды, керісінше құптайды. Ер адамның табиғаты әйел кісінің дауысын естігенде жақсы көреді. Ендеше сіз күйеуіңіздің алдында әйелге тән бар нәзіктігіңізбен көріне біліңіз. Сөйлеген кезде даусыңызға табиғи нәзіктікпен қоса еркелік те аралассын. Күйеуіңіз жанға жайлы, жылы сөздердің бәрін сізден естісін, басқадан естуге мүмкіндік қалдырмаңыз. Көзбен айту тәсілі. Көз адамның ішкі жан дүниесінің айнасы. Көз мына таңғажайып әлемнің сұлулығын тамашалайтын құрал. Көз өтеуі мен теңдесі жоқ, Алла берген үлкен нығмет. Көз арқылы тікелей адамның жүрегіне жол тартуға болады. Көздер түйісу арқылы бір-біріне тіл қатады. Сіздің бір ғана көзқарасыңыз жақын адамыңызға көктем гүлін ұсына алатыны секілді, қоңыр күздің салқынында сыйлай алады. Отбасылық өмірде ерлі-зайыптылар көз арқылы бір-біріне көп нәрсені ұқтырады. Көз ерлі-зайыптылардың жандарында жүректегі алапат сезім мен терең махаббат жаршысы. Ендеше сіз күйеуіңізге махаббат көзімен қарай біліңіз. Күйеуіңіз сізге қараған кезде көзіңізден өзіне деген құрмет пен сүйіспеншілікті көре алсын. Тағы бір мәселе, сыртқы көз көрінісіңізді, яғни күйеуіңіздің көзіне әдемі көрінуді ұмытпаңыз. Күйеуіңіздің алдында әрдайым сұлу болып көрінуге тырысыңыз. Себебі ер адамдар көбіне көзбен көру арқылы ұнатады. Күйеуіңіздің көзайымына айналыңыз. Күйеуіңіз сізге қарағанда жаны жадырап қуантатын болса, өзіні салиқалы әйелдер қатарынан санай беріңіз. Қолынан ұстау. Күйеуіңізге сүйетініңізді жеткізу тағы бір тәсілі, денеңіздің оның денесіне тигізу. Мысалы, психологтар қарым-қатынас жасағанда адамға есімін атау арқылы ілтипат көрсетілсе, қатты әсерлі болатынын айтады. Сол секілді қолынан ұстау немесе иығына қолыңызды қою арқылы алдыңыздағы адамды жақсы көретініңізді білдіре аласыз. Бұл мәселе өнегелі өмірі бүкіл адамзат баласына үлгі болған Алла елшісінің өмірінен ғибрат аламыз. Алла елшісі бір адаммен амандасатын болса, әлгі адам қолын алмайтын болған. Отбасылық өмірін бақытты еткісі келген ерлі-зайыпты жандарға баға жетпес насихат қалдырды. Әсіресе арадағы махаббатқа сыза түсіретін қандай да бір мәселенің алдын алуда күйеуін жақсы көретін жаны жайсаң әйелдің сипатын баяндап былай дейді: "Жәннаттық әйелдердің сипатын айтайын ба? Олар күйеуін жақсы көретін жаны жайсаң, жарқын жүзді, алтын құрсақты әйелдер, яғни себепсіз бала туудан қашпайтын әйел. Мысалы, кейбір әйелдер дене бітімі бұзылады, тағы басқа сылтау айтып бала тууды қаламайды. Олар күйеуін ренжітіп, немесе өздері ренжіген күннің өзінде күйеулеріне жақын барып, қолын үстіне қойып, сен разы болмайынша көз ілмеймін деп айтады" дейді. Ендеше сіз де шексіз нығметке толы жәннатқа қауышқыңыз келсе, арада келіспеушілік туған жағдайда күйеуіңіздің қолынан ұстап, кешірім сұрау арқылы мәселені оп-оңай шеше салсаңыз, күйеуіңіз анасының аялы алақанынан кейінгі бар жылулықты сізден тапсын, басқадан табуға және іздеуге мүмкіндік қалдырмаңыз. Жақсы иіс қолдану тәсілі. Жақсы иіс қолдану тәсілі адамды өзіне үнсіз баурап алатын тілдердің бірі. Оның сиқырлы әріптері ауада қалқып, иіс сезу арқылы адамға әсер етеді. Зерттеулер нәтижесінде жақсы иіске құмар ананың ұрғашысы басқа ұрғашы аңдарға қарағанда
серігін тез табатыны анықталады. Ан екеш анның өзі жақсы иіс қолдану арқылы осындай жетістіктерге жетіп жатса, ардақты етіп жаратылған адам өмірінде жақсы иіске ие әтірдің қаншалықты маңызды екенін ойлай беріңіз. Сіздің отбасыңызда осы тәсіл жұмыс жасау керек. Егер бұған аса мән бермей жүрген болсаңыз, бүгіннен бастап қолға алыңыз. Адам өмірінде, әсіресе әйел кісінің өмірінде жақсы иісті әтірдің рөлі өте үлкен. Күйеуіңіз ең жақсы иісті сізден, үйіңізден тапсын, басқа жерден табуға және іздеуге мүмкіндік қалдырмаңыз. Бұл жердегі ескертетін мәселе, әйел кісі жақсы иіс пен барынша сәнденуді басқаға емес күйеуіне ғана арнауы тиіс. Сонда барып отбасының бірлігі мен тыныштығы баянды болады. Басқа еркектің алдында сәнденуі керісінше отбасының ыдырауына әкелуі мүмкін және бұған шариғатымызда тыйым салады. Тәтті шақтарды еске алып тұру. Мұхтар ағамыздың мына өлең жолдарын оқығанда іштей тебіренбеу мүмкін емес шығар сірә. Балан жылдар байқатпастан өте шықты аяндап, балалықтың біздің бастан көшкендігін баяндап, балалық шақ іңкәр дәурен сұңқар тауын шарлаған, өз көктемін сағынбайтын, аңсамайтын бар ма адам? Кеудемізде сенің ізің, сенің күзің жатады, балалық шақ боямасыз ақ көңілдер отаны. Аяймын мен аналарды балаларын алдаған, аяймын мен балаларды ойыншығы болмаған. Балалық шақ гүл жазира, балалық шақ байтаған. Қартаямыз, бірақ саған ораламыз қайтадан. Саған оймен ораламыз, көңіл шалқып айтадан. Ал сен қайтпайтын, келмейсің, оралмайсың қайтадан. Шыныменен ақ адам өзінің балалық шағын немесе басқа да тәтті кездер еске алып, сол жайында әңгімелескенді жақсы көреді. Біз кейде тіпті тәтті кезеңдерді немесе балалық шақты еске алған сон бір жасап қалдық-ау деп жатамыз. Себебі бұл біздің өміріміз, тарихымыз, өміріміздің тәтті кезеңдері санамда мәңгі сақталып қалмақ. Сіз сондай бір әдемі тәсілді отбасы бақыты үшін ұтымды пайдаланыңыз. Күйеуіңіздің тәтті шақтарын біліп алыңыз да, сәтті түскенде есіне салып қойыңыз. Арада әдемі әңгіме өрбіп, кейбір тәтті ұмытылмас шақтарды еске алып бір жасап қаласыз. Күйеуіңіздің кемшіліктеріне көз жұма біліңіз. Ақымақ адам бір қауымға басшы бола алмайды. Алайда қауымның кейбір қателігіне көз жұму арқылы өтірік ақымақ бола білген адам сол қауымды басқара алады. Кемшіліксіз адам жоқ, барлық адам қателеседі. Ең бастысы қателігін түсініп мойындау арқылы адамның енді қайта ол қателікке ұрынып қалмауға тырысып, өзін-өзі түзеткені жөн. Сонымен қатар басқаның да қателігін кешіре білуге өзін үйретуі керек. Адам кейде біліп-білмей қателік жасайды. Кейін тәубеге келіп, жаратқаннан жарылқау тілеу арқылы қателігін кешірілуін үміт етеді. Жасаған қателік кемшілігіне басқаларда түсіністікпен қараса екен дейді. Сөйте тұра басқаның шалыс басқан қадамына түсіністік таныта алмай қалып жатады. Кейбір адам тіпті түсіну былай тұрсын, басқалардың қате кемшілігін аңдып іздеп тұрады. Бұл әрине адам мен адам арасында бұзатын нашар қылық. Бұдан сақ болған жөн. Ғалымдарымыз адамдар арасында болған қарым-қатынаста кейбір мәселеге кеткен кемшіліктерге көз жұма білуді үлкен ерлікке балаған. Хасан әл-Басри елемеушілік пен бермеушілік, яғни адамнан кеткен қате кемшілікке көз жұма білу, игі істерден деген. Ахмад ибн Ханбал болса, көркем мінездің 90% адамнан кеткен қате кемшілікті елемеуде жатыр дейді. Міне басқаның кемшілігіне көз жұма білу ғалымдардың берген бағасы осындай. Мынандай қағида туындайды. Адам басқаның кемшілігіне көз жұмғанымен оны жақсы қасиеттерін және өзінің кемшілігін назардан тыс қалдырмауы керек. Басқаға кешіріммен қарай білу, кемшілігіне көз жұма білу сынды мінез қалыптаспаған соң отбасылық өмірде көптеген келіспеушілік орын алып жатады. Тіпті кейбір ерлі-зайыпты жандар бір-бірінің тарапынан болған кішкене кемшіліктердің өзін жылдар бойы ұмыта алмай санада сақтап жүреді. Реті келгенде айтып та қалады. Бұл да шаңырақтың шайқалуына әкелетін себептің бірі. Отбасы адамды өмірде бақытты ететін кемел қоғам, қалыптасатын мектеп, медресе. Ал адамның осындай бақытқа жету үшін кейбір болмашы әрі уақытша кемшіліктерге көз жұма салуына
болады. Әрине, бұл әркімнің өз қолында. Сіз де, құрметті азаматша, тұрмысқа шығу ниетінде немесе тұрмыстағы адам болсаңыз, күйеуіңіздің кейбір қате кемшіліктерін кешіріммен қарап көз жұма біліңіз. Сонда сіздің отбасыңызда береке, бірлік, ынтымақ пен тыныштық орнайды. Алайда өз кемшіліктеріңізді еш уақытта назардан тыс қалдырмаңыз. Үнемі нәпсімен күресу арқылы надандықтан құтылып, адамдықтың биік шыңына қарай самғай беріңіз. Мына бір ғибратты оқиғаны назарыңызға ұсынамын. Жиналыстан шығып, жол жиегінде күйеуімді күтіп тұрмын. Кешігіп жатыр. 10 минут бұрын келуі керек еді, әлі жоқ. Мінекей, жарты сағат өтті. Осы бір қылығын қашар қояр екен, үнемі кешігеді жүреді. Өткенде анау пойыздан қарсы алуға 15 минут кешігіп келді. Айтсам тағы ренжиді. Әне, өзімен бірге шыққан құрбыларын қол бұлғап кетіп барады. Осындайда жылағың келіп кетеді. Мені жақсы көрмейтін шығар деген жаман ойлар да санамды бір жарып өтпей қоймайды. Қайда жүр? Жарты сағатқа кешігіп келді-ау әйтеуір. Көліктің есігін ашып мені отырғызды. Онысына да шүкір. Екі езуі құлағында. Менен қал жағдайымды, жиналыстың қалай өткен тағы да бірдеңе сұрап жатыр. Ызадан ба, құлағым тарс бекітіліп қалыпты. Сөзінің бірін естісем, бірін естімеймін. Іштегі бар ренішімді сыртқа ақтарғым келіп барады. Енді оқтала беріп ем, күйеуім маған қарап, жарқыным, кешіккенім үшін айып етпеші, бүгін мұғалімдер күні ғой, өзіне бір сыйлық ала қояйын деп едім. Жақын жердегі дүкендерден жақсысын таппаған соң, қаланың ана шетіндегі дүкенге баруыма тура келді. Сыйлығымды әдемілеп оратып, көліктің артқы жақ орындығына қойып қойдым. Едәуір үлкен болған соң ба, көліктен шығарғаным жоқ. Қаласаң қазір, қаласаң үйде көрерсің деді. Үстінен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Көмейіме өксік тығылып, ұяттай жерге кіріп кете жаздадым. Күйеуім болса мәз, әлі сөйлеп келеді. Күйеуіме қарасам, сол баяғы күйеуім, бірақ мүлде басқа адам. Жаңа ғана мені жақсы көрмейтіндей болып көрінген күйеуім көз алдыма сондай мейірімді бала сияқты аңғал болып көрініп отыр. Ішімнен, жаным-ау, сенің маған деген адал ниетіңді осы уақытқа дейін әлі ұғына алмай келе жатқан менде де еш жоқ екен ғой, дедім. Иығына басымды қойып, ақырын ғана Алла разы болсын деп дұға тіледім. Ұяттан екі бетім дуылдап, құлағыма дейін қызарып бара жатқан сезіп тұрмын. Өзімнің қандай қателікке ұрына жаздағанымды ұғындым. Сонда деймін-ау, маған сыйлық алам деп зыр жүгірген күйеуімнің жарты сағатқа кешіккен көтере алмағаным ба? Мейлі, сыйлық алмай-ақ қойсын. Жарты сағатқа кешіккенде тұрған не бар? Жарты сағатқа кешігеді екенсің, міне саған деп долыққана салынсам, жағдай қалай болар еді? Ол да бұлқан-талқан, мен де бұлқан-талқан. Сол маған керек пе? Елемей-ақ өткере салатын мәселе ғой осы. Саған бола түрлі жаман ойға беріліп, неге біз осы жақсылық ойлауға саранбыз? Әншейінде түйені де көрмейтін біз басқаның кемшілігін байқауда мүлт кетпейміз осы. Қасымыздағы асыл азаматымызды да қадірін осылай түсіріп алып жатырамыз кейде. Таудай боп көрініп тұрған жақсы қасиеттерін байқамай, тарадай ғана кемшілігін көріп қоямыз. Сөйтеміз де айналаның бәрін шулатамыз. Отбасымның бақытты болғанын қалаймын. Бұдан былай бойымдағы осындай кемшіліктермен жұмыс жасап, мұндай қателікті қайталамауға тырысамын. Құдайым-ау, жарты сағат кешіккенде ренжімеймін деп, жарты ғұмырлық бақытыма балта шаба жаздаппын-ау. Қарым-қатынас кезінде басқаның кейбір кемшілігін байқамаған сыңай таныту өте тиімді тәсіл. Десек те шариғат тыйым салған істерде жақыныңыз тарапынан ағаттық кетіп жатса, байқамай өтеп кете алмайсыз. Шамаңыз келгенше даналықпен айтып жеткізуге тырысқаныңыз жөн. Айтқанда да көпшіліктің көзінше емес, жанаршылық таныта отырып, жеке өзіне айтып ескертесіз.